Я, достар, мне Австрияда Гроц қаласындағы жанармай бекеті. Жаңа ғана мұсылман ағамызды, бауырымызды, құрметті адамды кездесіп қалдық. Аюп, аты Аюп. Біздің мен құдаларымдан бар, Аюповтар. Мұнағында Чечнядан бір бала 27 жастағы. Молодец, прям бізге, өзін айтсаң, штрафты көрсете салды. Өзін айта салшы мұнан істеді. Біз отырғанбыз, бізге лобовойдың алдында кәсі штраф қой кетті. Біз отошли дәретханаға. И ол бізге айтады, сендерге штраф берді деп. Біз даже көрген жоқпыз. И ол айтып, потом осылай сөйлесіп, оказывается, тоже біздің тілде түсіндік бір-бірімізді орысша тілде, бірге сөйлесіп, жақсы бала, Алла разы болсын. Сендерге қандай көмек керек деп сұрады, біз айттық, жоқ, бәрі жақсы деп. Хотя бы дайте штрафтарымды төлейін деп, и біздің штрафты төледі, өзі 25 евро. Жоқ, төледі? Төлеген жоқ. Квитанцияны алды, төлейін деп. Біз сенеміз, себебі ол мұсылман. Мұсылмандар бір-біріне сену керек. Нуман Али айтқанда, мұсылмандар бірдеме болып қалса, Құдай сақтасын деп, но процедурасын ол тоже кішкене айта салды бізге. Төлемесен осы Европада қаша алмайсың. Әйтеуір сені граница шекарадан мүмкін тоқтайтын шығар. Бізде де сияқты Қазақстанда ограничение выезда мүмкін қоятын шығар. Кімге мақсаты болса шығуға өте әйтеуір төлейді ғой, бірақ айтады, ішкі автоның ішінде төлемесен 2 есе көбейтеді. 25 евродан 50 евро болады. Содан кейін 75 евро, сондай бір несе. Содан қорқып мен сначала біріншіден оған берген жоқ. Жоқ, бірақ өзін төлеймін деп айтпаймын ғой оған. Бірақ содан кейін айттым, жоқ, ала салдым уже просто. Рахмет, брат. Нөмірлермен, получается, біз арминация еттік. Біз Австриядамыз, Грацта. Бір политиканы біз обсудить еттік, солай. Барасың ба төлеуге? Жақсы достар, келесі видеоға дейін. Қазір біз барып төлейміз. Міне осындай жағдай болды жаңа бізбен бірге. Рахмет, әрине. Бауырымызға көп рахмет, әрине. Чечня елінен келген бауыр осылай бізге көмектесті. Көп рахмет, Алла разы болсын оған. Неке достар, қазір міне жанармай құйдық. Ақындап жылжимыз. Осындай міне жағдайлар болды. Алла тек қана жолымызды ашып жүрсін. Осындай міне жақсы адамдар кездеседі жолымызға. Ол барлығы тек Алланың қолында. Достар, тек қана жақсы көңіл күйде болыңыздар, позитивті болыңыздар. Бұл Австрия, Грац, Казах in the world.